Армысыздар. Күнделікті өмірде біз жиі сауда жасап, әртүрлі қызметтерді пайдаланамыз. Әрбір сатып алынған тауар үшін арнайы фискалды чек талап ету өте маңызды. Бұл тұтынушы ретінде сіздің заңды құқығыңызды толықтай қорғауға мүмкіндік береді. Сонымен қатар чек беру ережелері мен талаптарын сатушы да, сатып алушы да жете түсінуі қажет. Сондықтан фискалды чектің атқаратын қызметі мен оның міндетті реквизиттері қандай? Мұны білген абзал. Фискалды чекте қандай ақпараттар болуы керек? Фискалды чек бермеген кәсіпкерге қандай шара қолданылады? Сатушы чек бермесе, қайда, қалай шағымдануға болады? Бүгін осы туралы айтамыз. Фискалды чек кез келген сауданы растайтын басты заңды құжат. Ол қағаз немесе электронды түрде беріледі. Сатушы тауарды сатқан кезде оны міндетті түрде ұсынуы керек. Бұл құжаттың заңды күші бар. Чек арқылы тауарды қайтаруға немесе айырбастауға болады. Ол тұтынушының құқығын толық қорғайды. Фискалды чекте міндетті түрде сатушының аты мен жеке сәйкестендіру немесе бизнесті сәйкестендіру нөмірі жазылады. Касса аппаратының зауыттық және тіркеу нөмірлері көрсетіледі. Чектің реттік саны, сауданың күні мен уақыты басылады. Тауардың атауы, бағасы және саны анық жазылуы тиіс. Егер сатушы қосылған құн салығын төлеуші болса, салық мөлшері де көрсетіледі. Сондай-ақ фискалды белгі, фискалды деректер операторының мәліметі және арнайы штрих-код болуы керек. Бұл белгілер чектің мемлекеттік кірістер органында тіркелгенін дәлелдейді. Бақылау касса машинасы тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сату кезінде қолданылатын деректерді тіркеу немесе беру функциясы бар құрылғы. Бақылау касса машинасын пайдалану кезінде міндетті түрде фискалдық чек беріледі. Ол қағаз түрінде немесе электронды түрде берілуі мүмкін. Фискалдық чек бұл сатып алу фактісін растайтын заңды құжат. Чектің көмегімен заңда белгіленген мерзім ішінде тауарды қайтаруға немесе айырбастауға болады. Осылайша өз құқықтарыңызды қорғай аласыздар. Барлық кәсіпкер бақылау касса машинасын қолдануға міндетті. Чек бермеу заң бұзу болып саналады. Кәсіпкер чекті бір рет бермесе, оған ресми түрде ескерту жасалады. Егер бұл жағдай бір жыл ішінде қайталанса, ірі көлемде айыппұл салынады. Жеке нотариустар мен шағын бизнес үшін айыппұл 20 айлық есептік көрсеткіш мөлшерін құрайды. Орта бизнес өкілдері 30 айлық көрсеткіш төлеуге міндеттеледі. Ірі бизнес субъектілеріне 40 айлық көрсеткіш көлемінде айыппұл салынады. Сонымен қатар касса аппаратының мүлдем болмауы да заң бұзушылық. Бұл үшін де алдымен ескерту беріледі, бір жыл ішінде қайталанса жаза қатаяды. Шағын бизнес 15 айлық есептік көрсеткіш. Орта бизнес 30, ал ірі бизнес 50 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл төлейді. Чек беру тұтынушының алдындағы сенім мен адал бәсекелестіктің белгісі. Фискалдық чек белгілі ақпаратты қамтуы тиіс. Бұл сатушының атауы мен жеке немесе бизнес сәйкестендіру номері, кассалық аппараттың зауыттық және тіркеу номері, чек номері, сатып алу күні мен уақыты, тауар, қызмет атауы, бірлігінің бағасы, саны, жалпы сома, қосымша құн салығы мөлшері мен мөлшерлемесі, егер салық төлеуші қосымша құн салығының төлеушісі болса, кассалық ақпарат қолданылатын мекен-жай, фискалдық белгі және фискалдық деректер операторы туралы мәлімет және де штрих-код. Егер сатушы чек беруден бас тартса, шағым түсіре аласыз. Шағымдар өтініш жүйесі арқылы ресми түрде қабылданады. Оны сатушы орналасқан аудандағы мемлекеттік кірістер органына жолдау қажет. Шағымды да дәлелдеу үшін бейне жазба жасап алған жөн. Онда сауданың жасалғаны және чектің берілмеген анық көрінуі тиіс. Сондай-ақ дүкеннің немесе қызмет көрсету орнының нақты мекен-жайын жазу керек. Кәсіпкерліктің атауын және сауданың нақты уақытын көрсету маңызды. Сатып алынған тауар немесе қызмет туралы ақпаратты қоса тіркеңіз. Мүмкіндік болса, басқа да қосымша деректерді беріңіз. Тұтынушы ретінде чек талап ету сіздің азаматтық парызыңыз. Бұл көлеңкелі экономиканы азайтуға және мемлекет бюджетін толықтыруға көмектеседі. Әрбір талап етілген чек сіздің қауіпсіздігіңіз бен құқығыңыздың кепілі. Төлем қолма-қол немесе картамен жасалса да чек алуды ұмытпаңыз. Чек маңызды құжат. Қайтару немесе ауыстыру жеңілдетіледі, даулы жағдайда дәлел болады, сондықтан әрқашан чек алыңыз, чектегі мәліметтерді тексеріңіз, чек берілмесе, бұл заң бұзушылық деп есептелінеді. Біз айтқан осы мәліметтер кәдеге жарайды деп сенеміз. Бүгінге осы қаржылай, құқықтық және цифрлық сауатты болайық. Әрине бұл үшін бәрін білген абзал, аман болайық.